Өткен сабақта Ербалда сіздерге тапсырма берілді. Иә? Сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызды жасай беріңіздер. Қыздар, бүгін біз жаңа тақырып өтеміз. Жаңа тақырыпты өтпес бұрын алдыңғы сабақтарға шолу жасайық, иә? Сонымен қыздар, дизайн дегеніміз не? Қыздар? Айта болыңыздар. Дизайн дегеніміз өзіміздің ойымыздан туған әртүрлі. Ал дизайн деп кімді айтамыз? Айта болыңыздар. Дизайн жасайтын адамды дизайнер дейміз. Бүгін бұйымның дизайны деп? Я айтамын. Дизайн. Олай жүйеге болады. Бұйымды, яғни модельде ыңғайлы, үнемді әрі сәнді үйлесетін материалды таңдау деп атаймыз, иә? Жақсы оқушылар. Қыздар, бүгінгі біздің тақырыбымыз тоқыма мозаика техникасымен жасалған тігін бұйымдардың дизайны. Яғни құрақ, пэтчворк, квилт дейтіні. Көрдіңіздер ма өмірлеріңізде? Идеяны зерттеу, эскиз, материал таңдау және дайындау, жұмысты орындау реттілігі. Дәптертеріңізді ашып бүгінгі тақырыпты жазып аламыз. Сабақтың тақырыбы тоқыма мозаика техникасымен жасалған тігін бұйымдардың дизайны, құрақ, пэтчворк, квилт. Идеяны зерттеу, эскиз, материал таңдау және дайындау, жұмыстың орындау реттілігі. Дәптерімізді ашып жаздық па бүгінгі тақырыпты? Жақсы. Бүгінгі осы тақырыпқа орай мына видеоға назар аударыңыздар. Мозаикамен құрылған бұйымдар. Оларды не біріктіреді? Олардың техникасы, яғни мозаика. Олар қандай техникада орындалған? Қараймыз оқушылар. Тоқыма мозаика. Жақсы. Қазір сіздерге өз беттеріңізше тапсырма орындап, бірінші миға шабуыл жасайық. Содан кейін тақырыптың басын сіздерге түсіндіретін боламыз. Міне тапсырма. Диаграммасын толтырамыз. Жақсы дәптерге орындай қояйық. Тапсырманы орындап болдық па? Иә. Жарайсыздар. Сонымен, пэтчворк техникасы дегеніміз не болды? Айта ғой. Пэтчворк техникасы ол матаның түрлі түсті қиықтарынан қос бұйым тігілген қолөнер түрі. Классикалық құрақ өнері Англияда пайда болған деп саналады. Жарайсыз. Сонымен, пэтчворк техникасы дегеніміз ағылшын тілінен пэтчворк сөзінен аударылған екен, иә? Бұл қолөнер түрінің бір түрі, яғни түрлі түсті құрақ маталардан құрастырылған, мозаика түрде белгілі композиция бойынша тігілетін бұйым. Осындай бұйымдармен таныстыңыздар ма? Көрдіңіздер ма? Яғни матаның қиындыларынан біріктіріліп жасалатын бұйым екен, иә? Неше түрлі бұйымдар жасалған көпшік, менің кітаптарыңызда тұр ғой, сөмке, жапқыш, диванның, тіпті диванның жапқышында жасайды екен, иә? Міне қараңыздар. Ал квилт техникасы дегеніміз не кім айтады? Айта ғой. Квилт құрақ құраудың америкалық техникасында матаның екі түймесінің арасына салынған мәтел негізінен мақта қабатымен бірге сырып тігіледі. Жайманың қос қабатын біріктіретін тігіктері су ретті ерекшелеп көрсетеді. Сіз айтасың. Квилт техникасы дегеніміз тігін машинасы арқылы бірнеше қабаттырылған маталардың тігісі екен.
күйіктің жазықтық бетінде бадырайып пайда болатын ою-өрнектің үйлесімі деп қол өнеріне жатқызуға болады екен, иә? Мысал кіріспесінің қауіпсіздік ережесін есіңізге алайық. Бәрінде бар ғой, иә, қауіпсіздік ережесі? Бәріміз білеміз ба? Жақсы, біреуіміз айта қояйық. Матамен жұмыс жасар алдындағы қауіпсіздік ережесі. Кім айтады? Иә, айта қойыңыз. Матамен жұмыс кезінде еңбек қорғау жөніндегі нұсқамалық. Бірінші, жалпы ережелер. Бірінші, технология кабинетіндегі тігін жұмыстарына дәрігерді тексеруде және еңбекті қорғау бойынша нұсқамалықтан өткен оқу жіберіледі. Екінші, тігін жұмыстарын жүргізу кезінде оқушылар тәртіп ережелерін, сабақ кестесін, белгіленген оқу және демалыс режимдерін сақтауы тиіс. Кабинетте электр жабдықтарының бұзық болуы себепті электр тоғынан зақымдануы, үтікпен абайсыз әрекеттерден күйіп алу, инеден жарақат алу, тігін жұмыстарының жүргізгенде арнайы киімдер пайдалануға тиіс. Олар халат немесе алшапқыш, үшкіл, орамал немесе жеңге. Жақсы, отырамын, рахмет. Міне, оқушылар қараймыз, құрақ көрсем. Осылай олар бізде құрақ көршіп тігуіміз керек, иә? Сіздерге бір жеңіл түрін көрсетем алдымен. Бізге үшін құрақ көрпенің, көршіктің матасы керек, иә? Мына мата барлығымыз үйімізде бар ма? Иә. Жақсы, оқушылар. Бірінші бір түсті матаны алып, сызғышымызбен 10 см қылып, енінде ұзындығында 10 см қылып аламыз. Оны 10 см қылып алып сызып аламыз. Содан кейін міне осындай ретте қиып алғаннан кейін, сызып алғаннан кейін қиямыз. Міне, бізде қандай фигура шықты? Төртбұрыш. Осыны ортасынан тағы да қиямыз. Енді қандай фигура шықты? Дәл осылай, осы матаны, басқа түсті матаны да қиып аламыз. Барлығымыз келесі сабақта құрал алып келеміз. Қандай құралдар алып келеміз? Мата, Содан кейін манағы қауіпсіздік ережесінде айтылғандай, басымызға орамал, үстімізге жұмыс киімін киіп келеміз. Жақсы ма? Алып келеміз. Жақсы, сабақ сіздерге ұнады ма? Иә. Сабақты ұнағанын бағалайық. Бәрін түсіндім, жолдасыма көмектесе аламын. Иә. Бәрін түсіндім, жолдасыма көмектесе аламын.